Hi there, құрметті көрермендер. Сіздермен Dancho the Teacher. Бүгін сіздермен өтетін тақырып өте бір қызықты және де база деген тақырыптардың бірі ол present simple. Және айта кетейін, hi there деген өзде сәлемдесулердің бірі жазбасаңдар болады. Бір қызықты бір факт болсын сабақтың басында. Жалпы бізде present simple ең керек деген тақырыптардың бірі бұл база. Барлығы бұны білу керек. Осыдан барлығы басталады. Жалпы бізде present simple деген не? Барлығының түсінігінше тікелей перевод жасасақ, ол қазіргі шақ дейміз. Қазіргі шақ дегенде кішкене қате түсінік деп айтуға болады. Өйткені оның қасында тағы да қосылатын сөздер бар. Ол қазіргі шақ және тек қазір емес, ол әрдайым күнделікті үнемі істеліп тұратын іс-әрекеттер. Ол дегеніміз не? Present simple бізде бұл фактілер, рутина, күнделікті істейтін бір әрекеттеріңіз, мысалы күнде таңертең кофе ішуіңіздің өзі бұл present simple. Әдеттер болуы мүмкін, мысалға біреу тырнағын тістеуі мүмкін, фактілер болуы мүмкін, мысалға ай жерді айналады деген сияқты. Сол кезде қолданылады. Қалай бізде жалпы present simple пайда болады? Оның құрамы айтатын сол басты біле кететін нәрселерді көрсете кетейін. Бізде жалпы present simple'да не бар? Мысалға I, you, we, they деген сияқты. Бұл бізде subject. Бұл адамдар, немесе адам, бұл сіз, бұл мен деген сияқты. Бұл сөйлемде қолданылатын сөйлемнің бір бөлігі subject болады. Subject деген бізде бастауыш. Басқа бізде одан басқа қолданылатын verb бар. Verb деген етістік, немесе баяндауыш, predicate деп атаймыз. Тағы да кейінгі тапсырмаларда байқайтын боласыздар. Бізде одан басқа object бар, ол толықтауыш. Ол да сөйлемнің бір бөлігі болып келеді. Ол бір зат болуы мүмкін. Және де одан басқа бізде adverb бар, немесе оны time word дейміз. Ол бір заттың қаншалықты көп, қаншалықты жиі жасалатындығын көрсетеді. Ол пысықтауыш бізде. Бастысы осы subject және verb осыдан құралады бізде. Ол деген не бізде? Жаңа айта кеткен I. Ол бізде бастауыш. I read a book. Мен кітап оқимын. Бірінші көріп тұрған ол жаңағы subject, verb және де object. You work at the bank. Сен банкта жұмыс істейсің. We live in London. Біз Лондонда тұрамыз. Бұл қарапайым біз көріп тұрғандай present simple'дың қолданатын структурасы. Осыдан барлығы басталады. Кейін ескеретін нәрселер. Қызылмен белгіленген жерлерге назар аударамыз. Жаңағы дәл осы мысалдар және астына жаза кеттім. I, you, we. Бұл бізде қарапайым сол етістікпен қолданады. Verb, predicate, read, work, live деген сияқты. Бірақ ескеру керек нәрсенің бірі he, she, it. Қызылмен жазылған көріп тұрсыз ғой. Бұл жерде бізде live-дің қасына s қосылады. He lives in London. She lives in London. It lives in London. Өте қарапайым. Мысалға she works in Tokyo. Work-тың қасына s қосылды, и сонымен бізде he, she, it-пен келіп тұр. Сұрақ қалай бізде құралады? Сұрақ құраған кезде біз do, does-ды қолдану керекпіз. Бұл бізде мысалға орыс тілінде сұрақ қоятын болса, ол бізде интонациямен қолданады.
Ағылшын тілінде ше біз бірінші сол қолданатын етістікті do does дегенді алдына қоямыз сұрақ қою үшін. Do does кейін subject и object болады бізде. Do you live in New York? Does he speak English? Бұл қарапайым сол сұрақтың мысалы болып келеді. Келесі болымсыз. Do not, does not, don't, doesn't деп қысқарады. Subject do not қолданылады. Subject плюс do not or does not and object. I don't live in London. Ол бізде I do not live in London. Біз оны қысқартып I don't live in London деп дейміз. You do not work at the bank. You don't work at the bank. She does not read a book. She doesn't read a book. Қызылмен жазылғандарға мән беріңдер. Өте керек нәрселердің бірі. Бұны ескермесек, бізде сөйлем қате болуы мүмкін. Бұл бізде болымсыз сөйлемдер. Жаңа айтып кеткендей, сұрақ, do does, subject, object, сұрақ белгісі. Одан басқа бізде ескеру керек нәрсе, ол жаңа айтып кеткендей басында күнделікті іс-әрекеттер, әдеттер, рутина, күнде істейтін қарапайым заттар. They watch a film every Friday. Көп тұрғандай. Бізде тіпті өзімізді кешке қарай демалыс күндері кино көретін, ол әдет және рутина болып келеді. I play the piano every day. Пианино күнде ойнаймын деген сияқты. Және фактілер, тұрақты өзгермейтін оқиғалар. Ол бізде the earth goes around the sun. Жер күнді айналады. The moon goes around the earth. Ай жерді айналады. Бұл фактілер. Оны ештеңе ауыспайды және бұзылмайды ол жерде. Ол фактілер. Барлығы білетін нәрселер. Және де бізде future мен де present simple қолданылады. Біз болашақты жоспарлы түрде айта аламыз. Алдын ала белгіленген бір жоспарланған іс-әрекеттер болады. Мысалы, мен көп тұрғандай ұшақты көріп тұрсыздар. The airplane takes off at 7 a.m. Ұшақ таңғы 7-де ұшады. Бұл бізде қарапайым осы жоспарланған іс-әрекетті көрсететін мысал болып келеді. Енді материалды визуалды түрде бекітейік. Жазып алсаңыздар болады. Болымды subject, object, I, you, we, they, work. He, she, it, works. S-қа мән береміз. S бізде өте маңызды. Болымсыз subject, I, you, we, they, және де don't немесе doesn't қолданылады. I don't және де object, work. I don't work. You don't work. We don't work. They don't work. Және де бізде қызылмен берілген doesn't. He, she, it. He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. Және де бізде сұраулы сөйлем do, does, кейін бізде subject жүреді, және де object. Do you work? Do we work? Do I work? Do they work? Және дегі does бар бізде. Does he work? Does she work? Does it work? Бұл бізде қарапайым білу керек нәрселердің бірі, база дейік. Осымен әзірше болды. Сіздерге бір қысқаша тест дайындаған едім. Сізге кейін көрсете кетемін.